Назарбаев зияткерлік мектептерінде 100 күйдің тарихы жобасы жүргізілуде. Жобаның мақсаты оқушылардың бойында ұлттық күй өнерін насихаттай отырып, ұлттық құндылықтарды терең сіңіруге, өз отанының тарихын құрметтеуге тәрбиелеу. Сонымен қатар, күй өнерінің үздік үлгілерімен таныстыру арқылы оқушылардың күй өнеріне деген қызығушылығын қалыптастыру. Біз ананы аялай білетін, әкені құрметтей білетін, бір қолымен бесікті, бір қолымен әлемді тербей білген тұмардай патшайымның жалғасымыз. Абай Құнанбайұлы, мен жазбаймын, өлеңді ермек үшін. Мен жазбаймын, өлеңді ермек үшін. Жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тіл орамды жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасырықпас талапты ғар, көңілінің көз ашық сергек үшін. Түзөкел қисық қыңыр-қырын келмей, сыртын танып іс бітпес сырын көрмей. Шу дегенде құлағың тосаңсиды, өскен соң мұндай сөзді бұрын көрмей. Таң қалам, алдың қайтқандық бай, және айта бер дейді жұрт тыным бермей. Оқушылар қазақтың күйші композиторларының күйлерін, күйшілік өнерін, өмір жолын, күйлердің шығу тарихын таңғы жиындарда, кураторлық сағаттарда, шаңырақ сағаттарында насихаттайды. Бұл оқушылардың бойында зерттеу дағдыларын қалыптастырады. Біз тобымыз күйшілер тобымыз, және біз қазақ күйлері жобасы бойынша Сарыарқа күйінің тарихын айтып кетсек. Сарыарқа Құрманғазының күйі болып келеді, және де қазақтың музыкасында дәстүрлі музыкасында ең таралған күй десе де болады. Назарбаев зияткерлік мектептерінде тұңғыш президент күніне орай дәстүрлі түрлі ұлы дала мұрагерлері домбырашылар флешмобы өткізіледі. Зияткерлік мектептердегі 100 күйдің тарихы жобасы оқушылардың шығармашылығын, әлеуетін дамытуға бағытталған. Жобаны жүзеге асыруда ата-аналар да белсенділік танытуда. Батыстың күйлері қайсы? Адай, Сарыарқа, Көңілашар, сондай батыстың күйлері болып келеді. Ал жетісудың күйлері кімдер? Нұрғиса Тілендиевтің Әлқиса, Көш керуені, Ата толғау, міне осындай күйлер екен.